Бельгия Еуропадағы ең прогрессивті және либералды елдердің бірі. Бельгиялықтарды басқалардың ісіне араласпай, үлкен жетістікке жеткен адамдар ретінде үлгі етеді. Бірақ, осыдан 150 жыл бұрынғы Бельгияның іс-әрекетін естісеңіз, жағаңызды ұстар едіңіз. Әңгіменің барысы 1865 жылға келіп тіреледі. Сол жылы Бельгия корольдігі тағына Леопольд II отырады. Табиғатынан ақша және билік құмар Леопольдтың ең бірінші істеген ісі корольдік жалақыны 2,6 миллионнан 3,3 миллион франкке көбейтті. Леопольдтың корольдік амбициялары кішігірім Бельгия корольдігінен асып түсті. Оның ең басты арманы колония иемдену еді. Сондықтан да король Леопольд сол кезеңде әлі толық отарланбаған Африка құрлығындағы Конго еліне назар аударды. 19 ғасырдың ортасына дейін Конго тәуелсіз Африканың жүрегі болып қала берді. Өйткені еуропалықтар джунглиде орналасқан мұндай қол жетпейтін аумақтарды отарлай алмады. Оның себебі еуропалықтардың орталық Африкаға тереңірек енуіне безгек ауруы кедергі келтірді. Тек хинин ағашының емдік қасиеттерінің ашылуы ғана экваторлық Африканың ішкі аймақтарын зерттеу мен отарлауды күшейтуге мүмкіндік берді. Африканы отарлаудың қыза түскен шағында Конго территориясы отаршыл державалардың бәсекелестік объектісіне айналды. 1877 жылы Бельгияның королі 2 Леопольд европалық және американдық зерттеушілерді бірлестіріп, орталық Африканы барлау және өркениеттендіру халықаралық қауымдастығын ұйымдастырды. Сол жылы Генри Мортон Стенли Конго аймағына Леопольд II есебінен және аталмыш ұйым атынан жіберілді. Орталық Африкаға жаңа экспедиция кезінде Стенли тайпа көсемдері және ауыл ақсақалдарымен 400-ден астам келісім жасап үлгерді. Бұл келісімшарт айына бір мата есебінде жергілікті көсемдер өзінің тәуелсіздігін Бельгия корольдігіне беріп, жол төсеу мен құрылыс салуда бельгиялық экспедицияларға жұмыс күшімен көмектесуге келісетінін қарастырды. Конгоның отарлануы еуропалық державаларға, әсіресе Ұлыбританияға ұнамады. Себебі Конгода олардың да үлесі бар еді. Алайда, Ұлыбритания, Франция, Германия және Америка құрама штаттары арасындағы қайшылықтарды пайдаланып, Леопольд II кең аумаққа өз бақылауын орнатты. Конгоны отарлау бойынша соңғы шешімді 1884-85 жылдардағы Берлин халықаралық конференциясы берді. Отто фон Бисмарктың бастамасымен державалар өздерінің тыныштығы үшін және Бельгия королінің тәбетін тойдыру үшін Леопольд II-ні тәуелсіз Конго мемлекетінің жеке дара билеушісі деп таныды. Конгоны отарлау көп ресурсты талап етті. Толық отарлау үшін 10 жыл жұмсаған Леопольд өзінің іс-әрекетінің ақталатындығына күмәндана бастады. Бірақ сол уақытта Еуропада индустрияның дамуы және автомобильдердің ойлап табылуы каучук шикізатына сұранысты тым арттырып жіберді. Ал каучук болса Конго ормандарында толып тасып жатыр еді. Тек оны жинап, теріп алу ғана қалды. Сондықтан да Стенли басқарған жергілікті билік жаңа заң қабылдап, ол заң бойынша ай сайын жергілікті ер адамдар 40 сағат тегін жұмыс істеп, каучук пен піл сүйектерін теруге міндеттелді. Каучукқа сұраныстың артуына байланысты каучук тапсыру нормалары бірнеше есе өсті. 40 сағат орнына колонизаторлар үшін айына 20-25 күн жұмыс істеуге тура келді. Конгоның миллиондаған халқын бақылауда ұстау үшін қоғамдық күштер құрылды. Олар еуропалық офицерлер басқаруындағы жергілікті жауынгер тайпалардан құрылған жеке армия болды. Елде халықты қарулы тонау, ең қолжетімді табиғи байлықтарды белсенді түрде ұрлау режимі орнады. Піл сүйегін, каучукты, азық-түлікті жеткізу міндеттерін орындамағаны, еңбек міндеттерін орындаудан бас тартқаны үшін билік жергілікті халықты қырып жойып, ауылдарды өртеп, тұтас аудандарды қаңыратып кетті. Каучук плантацияларындағы жұмыс жағдайлары өте ауыр болды. Жүздеген мың адам аштық пен індеттерден қаза тапты. Жергілікті тұрғындарды жұмысқа мәжбүрлеу үшін колония билігі әйелдерді кепілге алып, каучук жинау маусымы бойы қамауда ұстады. Көбінесе офицерлер адамдарды бәске немесе қызық үшін өлтіретін. Экономикалық тұрғыдан алғанда билік ақырында каучук өндірісін айтарлықтай ұлғайта алды. Бельгиялық деректерге сүйенетін болсақ, 1887 жылы Конгода каучук өндірісі шамамен 30 тоннаны құрады. 10 жылдан кейін, яғни 1897 жылы ол 40 еседен астам, шамамен 1300 тоннаны құрады.
ал 1903 жылы шамамен 5900 тоннаны құрады. Бұл қанау жүйесі Конго халқының санын 1884 жылы 30 миллионнан 1915 жылы 15 миллионға дейін төмендеуіне әкелді. Ең кішкентай кінәсі үшін жұмысшылар мүгедек болып өлтірілді. Қоғамдық күштердің жауынгерлерінен жазалау операциялары кезінде патрондардың мақсатты жұмсалуының дәлелі ретінде өлтірілгендердің кесілген қолдарын көрсету талап етілді. Рұқсат етілгеннен көп оқ-дәрі жұмсағаннан кейін жазалаушылар тірі және жазықсыз адамдардың қолдарын кесіп тастады. Король Конго эксплуатациясынан түскен кірісті атап айтқанда Конго патшайымы деген атқа ие болған өзінің Бланш Делакруаны ұстауға жұмсады. Конго халқының ауыр жағдайы мәселесін қозғаған және қоғамның назарын аударған жазушылар мен қоғам қайраткерлері Роджер Кейнсмент, Эдмонд Ден Морель, Анатоль Франс, Артур Конан Дойл, Марк Твен болды. Марк Твен король Леопольдтың өз билігін қорғаудағы монологы сатиралық брошюрасын, ал Конан Дойл Конгодағы қылмыстар атты кітабын жазды. Қоғамдық резонанс тудырған Леопольд II өлімінен аз уақыт бұрын, яғни 1908 жылы 15 қарашада өзінің африкалық иелігін Бельгия мемлекетіне сатты. Бұл Бельгиялық Конго колониясының құрылуына әкелді. Конго аумағынан терілген каучук пен піл мүйізінің пайдасына Леопольд II Бельгия мен Еуропаның басқа да аймақтарында әртүрлі мемлекеттік және жеке құрылыс нысандарына демеушілік етті. Тиісінше Остендегі корольдік галерея, Веллингтон ипподромы және Мария Ренриетта паркі, Брюссельдегі 50 жылдық парк, Дуден парктегі салтанатты арка мен кешен, Антверпен вокзалының нысаны, Лакен сарайы, Лакендегі алып қысқы бақ, Кот-д'Азурдағы Седреш және Ля Леопольда виллаларын атап айтуға болады. Осы құрылыстарға демеуші болғандығы үшін оған құрылысшы король атағы берілді. Егер де сіздерге видеомыз ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.